Қазағайдай шындықты айтып шарқылда, қалай ғана өмір сүрдім дей алам. Бір ауыз сөз қалмаған соң артымда. Заман қалай, адам қалай өзгерді. Өзгергенді шүкір қазір көз көрді. Арың менен ақиқаттың алдында, шындықты айтып шыңғыратың кез келді. Айтсан анар момын халық едік қой, сен күштіктен талай таяқ жедік қой. Халқымыздың қамын жеген ұлдарын о ғаламат халық жауы дедік қой. Күні болған қазағымды сорлаған, қасиеттің қара рухын торлаған. Ешқашанда тарихымда даламның кешегіндей ұрыс керіс болмаған. Сеніп өскен халық едік малына, малын алса қайтсын халық налымай. Америка, Түркияға, Қытайға жетіскеннен шашылдық батардай. Әке тұрып сөйлеп кетті баламыз, ағайыннан алыс кетті арамыз. 3 миллиондай аштан өлген бабамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Жұпарала болып кетті тілден, айтатұғын келді бүгін күндерің. Тілің кетсе үнің қоса кетерің. Қайран елім қайдан ғана білмеді. 11 тілде сөйлегенде таң қылып, ана тілді білмеу қандай заңдылық. Өсер балам жалпақ далаң жатқанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Ауруында бірте-бірте асқынған, қара ниет асып кетті қасқырдан. Қай бабаның дәстүрінде бар еді, ата-анасын бөтен қолға тапсырған. Азаматтар қол бастаған қаһарман, алкоголдың арбауына шаталған. Бұл заманның қобланы мен қамбары, оқ тимей-ақ шығып жатыр қаһардан. Надандықтың биігінен аспадық, Құдайдың да таза жолын тастадық. Маскүнемдік ұлдар түгіл қыздары, ол аз болса наша шеге бастадық. Сәл кідіріп ойлаңдаршы әріден, қанша сәби өлді улы кәріден. Қыздарымыз үйде отырып жүкті боп, тірі жетім көбейді.